Творог мен ватрушки пісіреміз. Бісмилля деп бастайық. Бір ыдысқа жылы сүт, жылы су, қант, тұз, дрожж, жұмыртқаның ақ уызы мен сары май қосып жақсылап араластырамыз. Сары уызы керек болады. Ұн қосып қамыр елейміз. Қамырдың сыртын сұйық маймен майлап, бетін жауып 1 сағат күтеміз. Салмасын дайындаймыз. Бір ыдысқа 300 грамм творог, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 2 жұмыртқа, 2 кукурузный крахмал, 150 грамм қаймақ қосып барлығын араластырамыз. Көтерілген қамырды бір басып аламыз да бірдей бөліктерге бөлеміз. Мен 100 граммнан бөлгенде 12 штук шықты. Әр бөлікті видеодағыдай айналдырып пергаментке салып қоямыз. Бөлінген қамырлардың бетін жауып қоямыз да 10-15 минут күтеміз. Табаны жалпақ кружкамен қамырдың бетін басып, ватрушканың формасын жасаймыз. Әр қамырға 1 ас қасықтан салмасын саламыз. Қалауымыз бойынша бетін әртүрлі жемістермен, жидектермен әрлеуге болады. 1 сары уызға кішкене сүт қосып, қамырдың жан-жағына жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешке 30-40 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.